Сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева. Бүгін сіздермен Австралияда мамонт жасушасынан жасанды ет жасалғаны туралы айтатын боламыз. Жануарлардың жасушаларынан жасанды ет жасайтын австралиялық Wow Food компаниясы мамонт етінен жасанды фрикаделкиді жұртшылыққа таныстырды. Етті қолдан жасау әдісінің мақсаты әлемде жануарларды өлтірмеу, экологиялық мәселелерге назар аудару. Компания кең ауқымды мал шаруашылығы, жабайы табиғаттың жойылуы және климаттық дағдарыс арасындағы байланысты көрсетуге тырысады. Бұл австралиялық компания өзгелерден ерекшелену үшін сирек кездесетін немесе тіпті жойылып бара жатқан жануарлардың жасушаларын пайдалану арқылы өнім шығарады. Компания 50-ден астам жануар түрінен, оның ішінде альпака, буйвол, қолтырауын, кенгуру, павлин және әртүрлі балық түрлерінен ет өсіру мүмкіндігін зерттеп үлгерген. Wow Food жасаған жапондық бөдене еті 2023 жылы алғаш рет Сингапур мейрамханаларында ұсынылады деп күтілуде. Бас директор Джордж Пеппо миллиардтаған ет жегіш адамдарды дәстүрлі жануарлардың ақуызын тұтынудан жасанды жолмен өндірілетін тағамға көшуді мақсат еткенін айтады. Біз өсіруге оңай, шынымен дәмді және қоректік жасушаларды іздейміз. Осылайша шынымен дәмді ет аламыз, деді ол. Мамонт бұлшық етінің ақуызын қайта жасау үшін Wow Food Queensland университетінің Австралия биоинженерия институтының профессоры Эрнст Вулфтингпен бірлесіп жұмыс істеді. Оның командасы ет дәмін беретін бұлшық ет протеинінің мамонт миоглобинінің ДНК тізбегін алып, піл ДНК-сы арқылы бірнеше бос орындарды толтыру арқылы өнімді шығарған. Видеоны ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді